Сәлем достар, ұстаздар династиясынан шыққан мұғалімдеріміз туралы бағдарламаны жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз ерекше жан. Өйткені ол кісінің нағашы әжесі, анасы және аға әпкелері мен бөлелері барлықтары география пәнінің мұғалімдері. Ол кім дейсіз ғой? Ол біздің аяулы ұстазымыз, география пәнінің мұғалімі Диана Қалдыққызы. Педагогика саласына қалай келдіңіз? Мен педагогика саласына бала кезімнен бастап өзімнің анамның жолын жалғастырып, қызықты болғандықтан келдім. Анам менің географ болатын. Мен анамнан бөлек мен нағашы әжем географ болды. Одан кейін анамның әпкелерінің балалары бәрі де география пәнін таңдаған. Қазіргі кезде география пәнінің мұғалімдері болып жұмыс істейді. Үйде глобус, карта деген көрнекі құралдар болғандықтан мен оны бала кезімнен бастап зерттеп қарағанда маған қызықты болды. Сол себепті мен география пәнін таңдадым. Өзіңіздің мұғалімдеріңізден кімді атап өте аласыз? Менің ең жақсы көретін мұғалімдерім болды ол интернатта. Ол біріншіден Қайырлы Жаңбыр Шемич, география пәнінің мұғалімі, өте білікті, білімді және де сабақты қызықты өткізетін сондай географ мұғалім болды. Одан кейінгі қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Рахметова Күләш Жетпісбайқызы, өте мықты кісі, жемпейді қызыл дипломға аяқтаған, өз ісінің білгірі, және де ол кісі қазіргі кезде біздің бәрімізге белгілі актриса Күнсұлу Шаяхметованың үздік танытып, актрисаға шығарған беделді ұстаз. Мұғалім қандай болу керек? Педагог ең алдымен еңбекқор болу керек, одан кейінгі өз ісінің маманы және де жаңашыл болу керек. Оқушылар қандай болғанын қалайсыз? Оқушылар қазір заманға сай жаңашыл және де ынталы болу керек. Мұғалімдер күніне орай тілегіңіз болса? Мұғалімдер күніне орай мен барлық ұстаздарға мықты денсаулық, шығармашылық табыс және де биік белестерден көрінуін тілеймін. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Ал мен барша ұстаздарды төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен болған Аружан Карбай, арнайы мектеп телестудиясы үшін.